Қарсаңында елордаға еліміздің барлық аймақтарынан өз жетістіктерімен көзге түскен балалар қозғалысының жетекшілері мен адамдардың өмірін сақтап қалған батыр балалар келді. Қайсар балалардың еңбегі Қазақстан Республикасы Білім министрінің алғыс хатымен атап өтілді. Одан кейін кездесу ашық диалог форматында жалғасып, балалар өздері туралы, отбасы, мектептегі жетістіктері, хоббилері, қызығушылықтары мен армандары туралы әңгімеледі. Астана қаласы мен Қостанай облыстарының батыр балаларына ерекше көңіл бөлінеді. Олардың арасында Ақан, Рамиль, Матвей және Иван бар. Жақында мектеп оқушылары жанып жатқан үйлер мен терезеден құлап жатқан адамдардың өмірін сақтап қалды. Жас батырлар мен олардың ата-аналары Қазақстан Республикасы Білім министрінің алғыс хаттарымен марапатталды. Барлық қатысушыларға сыйлықтар мен республикалық балаларды сауықтыру орталықтарына жолдама берілді. Сонымен қатар көшбасшылықты дамыту